Ал мысығыңды таза ауаға шығармайсың ба? Мысығым күте тұрады, 1 сағат кеш шықса ештеңке де болмайды. Мақалайсың? Жаңаға 2 қызды жіберетін дерлеріне жібердім. Жақсы болды. Ой, жарайды, мен қатты шаршадым. Мен де қатты шаршадым, демалайын. Әйтпесе құлап қаламын шаршағанымыздан. Қалайсыңдар? Жақсымыз, өздерің қалайсыңдар, не істеп жүрсіңдер? Біреулер мына жердегі бутылкаларды шашып кетті. Соны жинап жүргенбіз. Енді біттің жер ма? Жоқ, кішкене демалып алып, сосын жасаймыз деп шештік. Біз сендерге көмектесейік. Жоқ, өздерің ойнайын деп шаршаған шығарсыңдар. Біз өзіміз жинап тастаймыз ғой. Жоқ, шаршаған жоқ. Достарым, осы бағытымыздан таймасақ, 1-2 сағатта бітіріп қалармыз. Бір қалыпты жұмыс істеу мүмкін емес, сондықтан 1-2 сағатта бітпейміз. Біздің әлімізде азайып жатыр, жұмысымыз да қиындай бастайды. Шынымен де, мен ол жағын ойланбаппын, бірақ біз бітірмесек, бізді де бұл жерден жібермейді. Маған қызық кім екен? Біз жерге қалай тап болдық, ойланайықшы. Меніңше бізді ешкім сықырлаған жоқ, біз өзіміз сықырлы жерге тап болдық. Ал бұл сықырдың шешімі, біз бұл жұмысты істеп бітіргенде ғана бізді босата алады. Сондықтан көп сөйлемей жұмыс жасайық. Әне қарашы, Нұржан келе жатыр. Оған көмектес деп айтайын. Ендігі жолы сен айт, ал маған ана таяқты бер. Мен оны ана жақта күтейін, кеспесем маған қарай жібере бер. Жақсы, мә таяқ. Айдос, сен не істеп жүрсің? Бутылка жинап, оларды өткізіп, ақша тауып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мына жерде бутылкалар қатты шашылып кетті. Соны жинап жүргенмін. Ол үшін қанша ақша төлейді? Ешкім ештеңе төлемейді. Өзімнің аулам болған соң жинап жатырмын. Ана екеуі саған көмектесіп жатыр ма тегін? Кел, сен де маған көмектес. Сен де осы жерде тұрасың ғой. Анау тұрған Нұржан емес пе? Нұржан, оған да көмектес жинас деп айтып жатқан шығар. Ой, мен білетін Нұржан болса, ол көмектеспейді. Есіңде ме? Бір рет көмек сұраған кезде үндемей кетіп еді ғой. Есімде, бірақ оған көп уақыт өтті емес пе? Мен ойымша, қазір ол бізге көмектесетін сияқты. Сен солай ойлайсың ба? Кел, онда бастасайық. Ол қазір келсе, мен саған снег салып берем, ал келмесе сен маған алып бересің. Жарайды, онда сен алдындағыдай мені алдап кету жоқ. Сен орында маған алып берем деп алып бермедің ғой. Жоқ, менің ондайым жоқ. Ақша төлесе жұмыс істеуге болады, ал бұлай тегін жұмыс істемеймін. Неге? Бұл жерді жинайтын арнайы адамдар бар, солай келіп жинап кетсін. Ондай адамдар бар, бірақ олар кей кезде үлгермей жатады. Сол кезде біз сияқты балдар жинаса болады ғой. Білмеймін, саған жақсы шығар, ал маған кесірі тимесе болды. Бұл ойың дұрыс емес. Жақсы, мен кеттім, әлі PlayStation ойнау керек. Бұл жерде тұра берсем уақытым босқа кетеді. Сонда көмектеспейсің бе? Жоқ, бутылкаларды жинағанша PlayStation ойнаған әлде қайда артық. Айтпақшы, ана үйді көріп тұрсың ба? Сол үйдің жанында жаңа PlayStation клуб ашылған. Қойшы, кеше ғана жоқ еді ғой, барып қарап келейін. Қарап кел. Енді 3-4 ағаш қалды, осылардың астын қопсытып бітсек болды. Бірақ шыға аламыз да бітірген соң. Тоқтаңдаршы. Бұл бір қызық болды. Біріншіден, біз бұл жерде неғып жұмыс істеп жүрміз? Сол жайында ойланайықшы. Бұл қалай болды? Дым тұналар емеспін. Бағана концерттік сахна құрылып жатыр дегеннен соң жүгіріп кетіп едік, кенеттен осы жерге тап болды. Қолымда мына ағаш, бұл қалай болды? Дым тұналар емеспін. Менде де сондай болды. Үйдің артында PlayStation клубы ашылды деп еді, сол жаққа бардым. Ешқандай клуб жоқ. Орында осы жерде пайда болдым. Ал қолымда мына күрек.
Сонда бізді біреу сықырлаған ба, бірақ не үшін, не себептен? Меніңше ешкім сықырлаған жоқ, бұл жерге өзіміз тап болдық. Сонда кинодағыдай ма, бір айналып тұрған шеңбердің ішіне түсіп кеттік пе? Сен осында отырсың ба? Мен сені ана жақта күтіп отырсам, тағы да балдар жібере ма деп. Бүгінше осы да жетеді. Сен де сиқырлай шаршап қалған жоқсың ба? Жоқ, керісінше сен шаршаған шығарсың. Мен әшейін таяғымды алып сен бергенің болмаса. Иә, мен кішкене шаршаңқырап қалдым. Бутылка жинау оңай емес екен. Сен жүрген баланы сиқырлап саябақтың ішіне жібердім. Олай болса жақсы. Қолына не ұстаттың? Қолына күрек ұстаттым. Қалай ойлайсың? Олар бізді не үшін жібергенімізді түсіне ме екен? Мен ойымша олар қазір бәрін түсініп алды. Себебі бағана мен естігенде олар осы туралы сөз қозғап жатқан. Онда таяғыңды бір сермеп жібер, соларға барып қайтайық. Қалайма қалайсың? Ол да мүмкін, бірақ біз не үшін жұмыс жасап жатырмыз, соны әлі түсінбей тұрмын. Мен ана жерде жүрмегенде жұмыс жасамаған болатынмын. Мүмкін бізді біреу осындай жұмыс жасасын деп осы шеңбердің ішіне бағыттап жіберген шығар. Мәссаған, мен ол жағын ойламаппын. Мені үйдің артында PlayStation клубы ашылды деп бағыттаған Айдос болады. Ал бізді Талғат бақыттады, менде ешқандай ой жоқ. Тоқтаңдар, сонда бізді мұнда Талғат пен Айдос жіберген бе? Егер Талғат пен Айдос жіберген болса, не мақсатпен жіберуі мүмкін? Неге олар бізді осылай жұмыс жасатқызып қойды екен? Менде қандай идеялар бар? Осымен болған сияқтымыз, бірақ кейін қалаға қайтамыз. Анан қараңдар, ана Талғат пен Айдос қой, кетіп сонда барайық. Қалайсыңдар? Мен қазір бәрін түсіндірем. Түсіндірудің қажеті жоқ, біз бәрін өзіміз түсініп алдық. Бәрі өзімізден, сендердің қайта осылай жасағандарың жақсы болды. Біраз нәрсені үйрендік. Енді бізді үйге қайтарсаңдар болды. Жарайды. Ал не істейік? Бутылка жинауға көмектесейік пе сендерге? Жоқ, рахмет, барлық жер жиналып тұр. Соңғы уақытта бірнеше жыл бұрын Тимур Бекмамбетов ұсынған жаңа кинематографиялық жанр Screen Life үлкен танымалдыққа ие болды. Screen Life Storytellingтің жаңа форматы. Көрермен көргеннің бәрі компьютер, планшет немесе смартфон сияқты құрылғының экранында болады. Барлық оқиғалар тікелей экранда орын алады. Форматтың танымалдығымен кинодағы үлкен жиындарға дәлелдейді. Көрермендер компьютер экраны өмір туралы білгісі келеді. Өйткені дәл сол жерде басты оқиғалар орын алуда. Фильм продюсерлік орталығы онлайн курстарын ашылу туралы хабарлайды. Оның нәтижесі жаңа Screen Life сериалда кепілді рөл болып табылады. Планетаның қай нүктесінен және жасы маңызды емес. Фильммен бірге үйден шықпай жаңа кино жұлдыз болыңыз.